Сәлеметсіздер ме? Менің қадірлі көрерменім, асхана әлеміне қош келдіңіздер. Асхана әлемі сіздер үшін әрқашан ашық. Бүгін кезекті видеомда мен сіздерге пирожкидің ерекше бір түрін көрсеткім келіп отыр. Әрине, бұл әрбір қыз-келіншектің қолынан келетін іс қой. Мен енді өзімнің тәжірибеммен бөліскенді жақсы көретіндіктен сіздерге бүгін ішінде капустадан салмасы бар 3 бұрышты пирожкилерді көрсететін боламын. Олар дайын күйінде міне мынандай болады. Міне қарасаңыздар, қамыры да ашытқысыз иленеді. Осылай 3 бұрышты болып түйілгендіктен бұлардың дәмі де басқаша, түрі де басқаша, ерекше болады. Міне осындай пирожкилерді үйлеріңізде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Біз ісімізді қамыр илеуден бастаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн қажет, 300 мл-дей осындай үлкен бір бокал айран қажет, 2 жұмыртқа, 120 грамм маргарин, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқыш қажет. Алдымен айранымызды құямыз. Оған жаңағы қопсытқышымызды саламыз. Араластырып қоямыз. Айран өзі көп іршиді. Бір-екі минут күтеміз. Айранымыз қопсышпен пока араласып атқанда біз маргаринімізді газға қойып, судың бетіне қоямыз да ертіп аламыз. Міне арнайы ыдысқа салдым. Осыны қайнап жатқан судың үстіне қоямын да ертіп аламын. Міне айранымыз көп іршіді. Енді алдымен қантымызды саламыз және тұзды жақсылап араластырып қоямыз. Тұз бен қант еру керек. Одан кейін дайындап қойған 2 жұмыртқамызды саламыз. Енді жаңағы ерткен маргаринімізді құямыз. Маргаринді жайлап осылай шетіне құямыз. Себебі ол ерткеннен кейін ыстық, сол кішкене сұйықтығымызға қатты әсері болмасын деп, мүмкіндігінше жылы болып енсін деп осылай құямыз. Араластырып қоямыз. Енді ұнымызды 2 рет 2-ге бөліп саламыз. Бірінші жартысын араластырып аламыз. Қалғанын саламыз. «500 грамм ұн аздау болып бара жатса, тағы да бір 50 грамм, 100 грамм ұн қосуға болады. 100 грамм ұн дайындап алдым. Қазір илеу барысында қажет болса, қосатын боламын. Қажет болатын сияқты ұнымыз. Жайлап сеуіп отырып, қамырымызды илеуді жалғастырамыз. Жақсылап қамырымыздың июін қандырып қоямыз. Міне қолға шамалы жабысатындай жұмсақ осындай қамыр иленді. Қамырымызды саламыз да кішкене бір 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Демалып тынығып жатқанда
біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір осындай капуста керек. Мен осы капустаны түгел турайым, бәрін жасаймын, бірақ ол салмамыз артылуы мүмкін. Осындай бір-екі кішірек сәбіз, ірі болса бір ғана сәбіз болады, және осындай бір кішірек пияз керек. Қазір соларды турап дайындаймыз. Капустаны тураудан бастаймыз. Әдемілеп ұсақтап турап аламыз капустаны. Міне капустамыз туралған күйінде 800-900 грамдай болды. Бір шай қасықтай тұз себемін де. Кішкене қосуға болады. Сосын жақсылап мыжып береміз. Қазанға салғанда сиымды болады капустамыз. Жаңа капустаны мен түгел турадым. Бірақ бұл барлығы кетпеуі мүмкін. Салмасы артылып жатса, менің немерелерім жеп қояды. Сондықтан мен салмасын әрқашан артық жасай беруге ерінбеймін. Міне капустамызды мыжып алдық. Кішкене тұз сеуіп, енді қазір қазанға қуырып бастаймыз. Шұңғылдау табағымызды қоямыз. Ас қасықпен бір 3 ас қасықтай, немесе 4 ас қасықтай сұйық май құямыз. 4 ас қасық. Капустамызды саламыз. Табамыздың түбі қыздау дегенде капустамызды араластырып қоямыз. Асықпай, жайлап осылай араластырып қоямыз астын үстіне қарай. Астын жай қоямыз. Отымызды басып қоямыз. Және қақпағын жауып қоямыз. Капустамыз қуырылып жатқанда пияз бен сәбізімізді дайындаймыз. Сөйтіп оны басқа сковородкада, басқа табада тағы 1-2 қасық майда қуырып аламыз. Мүмкіндігінше сақтап тураймыз пиязымызды. Пиязымыз дайын. Енді сәбізді үккіштен өткіземіз. Табадағы капустамызды ұмытпаймыз. Араластырып қоямыз арасында. Жай отта тұр капустамыз. Екінші табаға, кішірек екінші табаға бір 2-3 қасық майымызды құямыз. Май қызсын. Май қызған кезде пиязды саламыз. Пиязды сарғайғанша қуырамыз. Қатты күйдірмейміз. Сарғая бастағанда сәбізді қосатын боламыз. Пиязды орташа отта қуырамыз. Себебі қатты отқа қоятын болсақ, күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан асықпай осылай орташа отта сарғая бастады дегенде, мына сәбізді салып жібереміз. Үккіштен өткізіп дайындап қойдық. Сәбізді де осы орташа отта асықпай қуырып аламыз. Жұмсарғанша. Бұл үккіштен өткеннен кейін бұл сәбізіміз тез дайын болады. Мүмкіндігінше қасынан кетпей қозғап тұруға тырысамыз.
Міне пияз бен сәбізіміз дайын болып қалды. Енді астын өшіреміз де капустамызды қараймыз. Капустамыз дайын болғанда екеуін бірге араластыратын боламыз. Астын өшіріп қоямын. Содан кейін дәмдеуштерімді қосамын. 1 шай қасық паприка және 1 шай қасық қарабұрыш. Жақсылап араластырып қоямын. Капустамыз да дайын болуға жақын екен. Әдемі жұмсарған. Азғана майымен, өзінің буымен жақсылап капустамыз пісіп жатыр. Міне капустамыз көлемі азайды, өзі жұмсарды. Сол салған 1 қасық және тағы 1 шымшым тұзымыз жеткілікті болды. Енді осы жерде біз жаңағы пиязбен, қуырылған пиязбен сәбізді қосып араластырып аламыз. Дәмдеуштеріміз араластырып қойғанбыз. Сондықтан басқа дәмдеуш қоспаймыз. Міне, енді жақсылап араластырамыз. Капустамыздың түрі әдем болды. Міне, енді салқын жерге суытуға қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз тынықты. Ыдыстың табанын майлап қойған едім. Әдемі жабыспай түсті. Жақсылап иле жібереміз. Сопақша етіп аламыз да 2 бөлікке бөлеміз. Осылай көз мөлшерімен қазір бөліп аламыз. Бір шамамен 100 грамдай болады ау. Сонда 16 дана шықты. Міне, менде 90 грамнан 15 дана шықты.
Табамызды қыздырамыз да, сұйық майдан құямыз. Бір 500 миллилитр немесе бір 700 миллилитрдей майдың қызғанын күтеміз. Дайындап қойған пирожкилерімізді қызған майға салып қуырып аламыз. Мынандай түйген жағын астына қаратып саламыз. Түйген жағын астына қаратып салатын боламыз. Өте дәмді қамырдың иісі шығады. Міне 14 дана үшбұрышты пирожкилеріміз пісіріп алдық. Арасында капустадан салмасы бар. Осылай тарелкаға сәндеп саламыз. Кәне, арасын көрейік. Қалай болды екен? Міне бұл бұрқырап, аромат иісі мұрынды жарып баратыр. Дәмді қамырдың иісі, салманың иісі. Осыны ұнаса, үйде істеңіздер, немерелеріңізге, балдарыңызға, қыздарыңызға, келіндерге көрсетіңіздер. Міне осындай дәмді пирожкилер жасадық. Ішінде салмасы мол, капустасы мол. Менің рецептерім ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Мен риза болып қаламын. Ас болсын.